Бір күні Варвара Ивановна деген бір әйел бізге звондайды. Осы сендерде түнге қарай бір какой-то музыка қойып қоясыңдар ғой, сол что за музыка деп сұрайды. До утра же идет, осындай дейді. Соны айтамыз, ол музыка емес, ол Құран. Ол кәләмулла, Алланың сөзі. Мен бір ғажайып нәрсеге таң қалдым. 30 шақты канал бар дейді. Асыл арнаны қосып қойғанда Құран ойнап атса дейді. Ана бөлмеде кухняда жүрген мысығым жүгіріп келеді. Қарап, құйрығын бұлғағдатып қарап отырады дейді. Басқа каналға ауыстырып жіберсе мысық кетіп қалады дейді. Соны қызық көрдім дейді. Қайтадан жаңа Құран болып жатқан каналға қойып қойсам, мысығым келіп бүйтіп қарап. Қанша сағат болса сонша сағат қарап отыра береді. Асыл арна каналын ауыстырып жатқан әр адам Құдайдың өзі кешірсін деп ауыстырады екен. Сөйтіп бұл не нәрсе божественный, мынау бір случай ғой деп сіздерге звондап сұрап жатырмын дейді. Сосын біз оған айтып жатырмыз. Бұл Құдайдың сөзі Құран. Бұл шифа, бұл нұр, бұл береке. Бәрінің емі бір нәрсе, ол Құран.